Hello everyone, today is lesson 6. Бүгін алтыншы сабақ. Grammar дейді. Грамматика, мұнда бізде to be'ді көрсетілген, to be'ді білеміз, я. Яғни to be'дің бізде бұл жерде болымсыз түрі. Қарада, we are Tara and Elsa дейді, я. We деген біз, are to be етістігі, Tara біз, Тара және Элса дейді, я. Келесі. You are 10. You деген сен деп аударылады. Сен ондасың деп тұр. T мен H бізде Z деген дыбысты береді. They are dolls. Олар ойыншықтар деп тұр, я. Ойыншықтар куклалар деп тұр. Қуыршақтар. Енді біз өткен жол айтқан болатынмын, сұрақ қойғанда біздің көмекші етістігіміз, to be'іміз біздің есімдіктің алдына шығып кетеді. Яғни, бірінші to be'ді айтамыз. Are you 10? Сен ондасың ба? Деп сұрап тұр. Yes, yeah. We are. No, we aren't. Я, біз ондамыз. Жоқ, біз онда емеспіз деп тұр, я. Бұл жерде біз екі түрлі жауапты көрсетілген, я және жоқ деген. Енді бұл жерде олар онда ма? Я, онда, я. Yes, we are дейміз. Келесі. Are they dolls? Олар қуыршақтар ма? Yes, they are. Я деп тұр, я. No, they aren't. Байқадыңыздар ма? Жоқ деген жауапты қайтарғанда біз to be'ден кейін not жалғаймыз. Not. Болымсыз түрін, міне not. Мұнда қысқартылған түрі n мен t. Not. Мына жерде көрсетілген. We are. Қысқартылған түрі байқадыңыздар ма? We are деп тұр, were деп тұр. You are, your, they are not. Қарадық мұны. They are not. They aren't. Қысқартылған түрлері. Exercise 1. Look, read, and tick. Look деген қара, read, оқы, және белгіле дейді. Бірінші сөйлеміміз We are Cody and Carlos. Біз Коди және Карлоспыз дейді, я. Келесінде We are Cody and Elsa дейді. Біз Коди және Элсамыз дейді, я. Мұнда Коди мен Элса ма? Элса деген бізде қыз, я. Яғни бұл Карлос. Ендеше біз бірінші сөйлемнің қасына птичканы қоямыз. Tick. Next. Second. You are small. Біз өткен алдыңғы сабақ People's Book'та өткенбіз. Small кішкентай, big үлкен. You are small деп тұр. Сен үлкенсің деп тұр, я. Small, кішкентайсың деп тұр. You are big. Сен үлкенсің деп тұр, я. Бұл жерде үлкен ба? Кішкентай ма? Үлкен, я. Яғни біз bigті белгілейміз. Келесі. The third. They are 10. Олар онда. They are 9. Олар 9-да. Мына жерде 10 деп жазылып тұр, яғни 10-да жасы. Яғни біз біріншісіне текті қоямыз. Next exercise. Exercise 2. Make sentences. Сөйлемді құра дейді. Яғни сөйлемді бізде алмастырып, шатастырып берген, соны ретімен жазуымыз керек. Біріншісінде көрсеткен. Бірінші сұраулы сөйлем. Яғни сұраулы сөйлемде бірінші to be келеді, екінші есімдік. Есімдігіміз кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Үшіншісі
friends? Are you friends? Я? Енді мұнда қараймыз. Екіншісінде. Бұл жерде сөйлеміміз болымсыз сөйлем, яғни бірінші есімдік тұрады. Сұрақ қоямыз. Кім, кімдер? Кім дегенге yellow деп жауап береміз ба? Жоқ. Кімдер дегенге they деп жауап береміз ба? Yellow деген сары түс, they деген. Олар, кімдер? Олар, яғни біз бірінші they де жазамыз, я? Екінші міндетті түрде бізде to be етістігі келеді. Aren't, я? Екінші осыны жазамыз. Үшінші бізде yellow. Сонда біздің they, мұнда жазамыз. They aren't дегеніміз yellow. Yellow дегеніміз қандай түс? Сары. Олар сары түс емес, сары емес деп тұр, яғни. Үшінші сөйлемде қараймыз. Elsa and Tara. Are you деп тұр. Elsa деген есім, and деген және, Tara деген есім, a деген to be. You деген, a деген to be етістігі, you деген есімдік бізде, сен деген, я? Бірінші кім деген сұраққа жаза қоямыз. Екінші бізде міндетті түрде баяндауыш тұрады, я? Яғни to be'міз біздің болу етістігіміз тұрады. You are жазамыз мұнда. You are Elsa and Tara. Төртінші сөйлеміміз сұраулы сөйлем. Яғни сұраулы сөйлемде to be етістігіміз ең бірінші айтылады, жазылады, я? Айтылады және жазылады. They to be етістігіне жата ма? Жатпайды. Олар деп аударылады. Blue көк to be етістігіне жатпайды. Are деген болу етістігі жатады, я? To be етістігін білеміз, я? Are. Енді есімдікті қоямыз. Кім, кімдер деген. They, олар. Are they blue? Are they blue? Are they blue? Олар көк ба деп сұрап тұр, я? Енді exercise 3, үшінші жаттығу, game, ойнайық дейді, я? Let's play, ойнайық. Play деген ойнау. Let's деген кеттік ойнайық. Are you Mary and John? Сен Мэри мен Джонсың ба деп сұрап тұр, я? Yes, we are. Я деп тұр көзін, яғни көзін байлап тауып жатыр, я, кім екенін. Дәл осылай диалог жасап, қасыңыздағы досыңызбен бірге ойнасаңыз болады.